Қайырлы күн. Мен Баймұрза Бесбаев атындағы мектеп гимназияның математика пәні мұғалімі Жолтаева Шынар Алтынбекова. Бүгін мен сіздерге ондық бөлшектерді оқу және жазу тақырыбына арналған ойынды көрсетпекшімін. Бұл ойынның аты санды тап. Ал балалар бастайық. Бірінші топтағы балалардың әрқайсының маңдайына жазу жабыстырылған, жай бөлшектер кетілген. Ал екінші топ балалар осы жай бөлшектерді ондық бөлшек түрінде тақтаға жазасыздар. Енді бұл оқушылар жазған ондық бөлшекті сендер жай бөлшегін тауып аласыңдар. Маңдайында қандай жай бөлшек жазылып тұр, соны айтасың. Жарай ма? Түсінікті ма балалар ойын жапты? Жарайды. Ал бастайық. Дұрыс жазды, балалар? Қандай екен? 3,159. Өте дұрыс. Жарайсыңдар. Тоғыз бүтін мыңнан 785. Дұрыс. Дұрыс. Сонда бірінші оқушы ондық бөлшекті жазуды орындаса, екінші оқушы ондық бөлшекті оқуды орындайды. Яғни маңдайындағы ондық бөлшекті. Бұл жерде жай бөлшекті ондық бөлшекке айналдыру, ондық бөлшекті жай бөлшекке айналдыру амалы орындалды. Назарларыңызға рахмет.